Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде аңсаған сәби бағдарламасы және мен Айолым Берікбол қызы. Өткен бағдарламада эко алдындағы күйзеліс кезіндегі ерлер тарапынан қолдау туралы тақырыпты жалғастырамыз. Эфирде қонақтарымыз, психолог маманымыз Назгүл Рүстем қызы және аңсаған сәби бағдарламасы арқылы сәби сүйіп отырған емделушінің жұбайы Мейірлан мырза. Қош келдіңіздер. Сау болыңыз. Ішкі жан дүниесінің күйін бақылау керек, көңілін көтеру керек. Тура бір достарымыз да болды, біздің бүкіл әлемге жар салып барды, 2 рет, 3 рет барды, бірақ болмай қалды. Бәрі бір күнде сәби сүйіп, бір күнде үйленіп, бір күнде мысалы үйлі болып атқан жоқ қой. Біздің енді қабылдауымызға келген әр пациентке біз эко арқылы оң нәтижеге жетудің өзі 100% гарантия бере алмайды деп айтамыз. Бірақ білетіні бар, түсінетіні бар, түсінбейтіні бар. Оң нәтижеге жетсе, жақсы, әрине бірге қуанасың, бірге қуанышына ортақ болып отырамыз. Ал егер теріс нәтиже, енді оны жасыратын емес қой, теріс нәтиже болған кезде қалай ондай күйзелістен арылу керек? Сол жағын айтып берсеңіз. Ондай емделушілер келеді. Мен ең бірінші сол тренингтерге қатысып, өздері сияқты қасында өз ортасына қосылады, өзі сияқты әйелдермен сөйлесіп, іштегі мазалап жүрген ойын, мұңын шағып, бірге ортаға салып, бірге соны бастан кешіргені оларға кәдімгідей жеңіл болады. Сол тренингтен қалмай келіңіздер деймін. Сосын ішкі көңіл, ішкі жан дүниесінің күйін бақылау керек, көңілін көтеру керек, өзін жұбататын, ұнайтын нәрселерін жасау керек, жақсы ұйқы, дұрыс тамақ, белгілі бір режим, енді адамды кішкене еңсесін көтеретін нәрселер, спорт болсын, немесе өнер. Бізде тамаша сабақтар жүреді, арт-терапиямыз бар, ертегі терапиямыз бар, сосын тоқма арқылы вязание терапия дейді. Сол сабақтарымыз бар, соған қатысса, кәдімгідей бойындағы үрей, қорқыныш, стресстен кейінгі көбінің несі түсіп қалады ғой, өзіне өзі сенімі түсіп қалады. Кәдімгідей бүкіл ішкі дүниесі бәрі минусқа кетіп қалады да. Емделушілердің тарапынан түсініспеушілік болады, мысалы дәрігерлерді кінәлайды, одан бөлек үйдегі жолдасын да кінәлап жатады, туған туысқандары болса, мысалы, ол себебі ішкі дүниесінде болып тұрған бір күйзелісті шығарамай, кез келген адамды кінәлі қылып санауы ғой. Сондай жағдайда қалай сіздер бір қол ұшын беріп көмек көрсетесіздер? Жұмыстың бәрі соған негізделген деп айтсам артық болмайды. Басты жұмысыңыз сол. Иә, өйткені көбі сондай келеді, енді жартысынан көбі сондай деп ойлаймын. Өйткені мына сәтсіздік адамды бір неге ұшыратады ғой. Мінді өзінен іздемейді, мысалға, жауапкершілік алғысы келмейді өзіне. Көбінде сырттан бірді кінәлап, сырттан себептің бәрі сырттан іздейді. Ең бірінші мына тренингтерде көтерілетін мәселе осы жағдайға, осы өмірлік жағдайға саналы түрде қарау. Саналы түрде дегеннің мағынасы жауапкершілікті, бүкіл жауапкершілікті өз басына, өз мойнына алу. Мен әр тренингте айтатын сол. Сіздер ойламаңыздар, бұл жерде тек қана бедеулікке қатысты, бала көтере алмай жүрген проблемаңызға қатысты мәселеңіз шешесіздер деп. Саналы өмір сүре бастаған адам өмірінің барлық салаларын реттеп шығады кейін. Яғни психолог маман болғаннан кейін жан-жақты қарастырасыз ғой. Иә. Бұл үлкен бір күйзеліс проблемасын сол мезетте шешуге тырысасыз. Дұрыс қой, иә? Иә. Сосын бір қызығы сөйтіп өзгере бастайды ғой. Сол жаңа көзқарас
қалыптасады адамда. Жауапкершілік өз мойнына алғаннан кейін дәрігер де кінәлауды қояды. Өйткені басында сондай әңгімелер көп еститін, қазір басқаша сөйлейтін болды әйелдеріміз. Дәрігердің де кінәсі жоқ қой. Жолдас бәрін түсіне бастайды, ата-енесін түсіне бастайды. Баяғыдан бала шағалы болып кеткен достарымен араласпай кетеді ғой. Көбінде солай оқшауланып қалады мұндай әйелдер. Жұмыста да себебі жора жолдастарға барсақ, қонаққа барсақ деп айтады ғой. Әркімнің өзінің тағдыры, әркімнің өзінің уақыты болады сәби сүйетін. Сондықтан ол бәріне бірдей тиесілі емес қой бұл. Бәрі бір күнде сәби сүйіп, бір күнде үйленіп, бір күнде мысалы үйлі болып атқан жоқ қой. Тура солай. Әркімнің өзінің мақсаты, бағыт бағдары болады. Біреуге ерте берсе, біреуге қинап 10 жылдан кейін береді. Бірақ түбінде жеңіске жетіп, сол сәбилі болу ғой, қорытындысы деп бізде енді жан жақты оны еңсесін көтеру ғой. Себебі күйзеліске түскен адамның кішкене түрі басқаша болады, өзіңіз білесіз. Түр әлпеті, көңіл күйі, көз қарасы, жанары сөніп, сеткеледі, мұңайып, екі сенімі болмайды. Сөйлегенде де кішкене өзінде сенімділік кішкене төмендеп тұрады. Ондай жағдайда жолдастары, күйеулері үлкен бір қолдау көрсетсе дейміз. Мейірлан Қарин жұбайы екеуі отау құрып балалы болғаннан соң 16 жылдан кейін екінші сәбиге экстракорпоралдық ұрықтандыру арқылы қол жеткізіп, бүгінде Айкүміс есімді қыз сүйіп отырған бақытты әке. Мейірлан мырза, сіз айтсаңыз, қалай сіз қолдау көрсеттіңіз? Немесе сізге Баян бір ретте болса айтты ма? Сіз кінәлісіз осы сәби сүйе алмай жүргендерімізге деп. Жоқ, бұл жерде жолдасым ондай нәрсе айтқан жоқ. Керісінше ол кісі өз-өзін кінәлады. Себебі қазір негізі былай ғой, сөзін ашығын айтқан кезде біздің халықтар эко не екенін білмейді, тіпті ше. Экоға не үшін бару керек екенін де білмейді мысалы. Енді мен өзім осы салаға жақын болғаннан кейін экоға баратындар, ол әйел адамдар мысалы екі себепте болады. Ол бедеуліктің жаңағыдай туа біткен бедеулік, болмаса уақыт келе біткен бедеуліктер болады. Ер адамдарда ол жаңағыдай ұрығының сапасының төмендеуінің кесірінен да. Дұрыс қарамай денсаулықтарына. Бұл жерде бала көтере алмау, қандай әйел адамда ответственность болады, мінде жауапкершілік, тура сондай жауапкершілік ер адамда да болады. Бірде дейсіз ғой, сонда ерлі зайыпты бірге жауапкершілікті алу керек, е? Бірге баланың болмаған ол жаңағыдай айтады ғой, у медали из две стороны дейді. Әр нәрсенің ол екі жағы болады. Ол бір жақтан болу мүмкін емес та, ол деген. Қандай жерден жақсы болсаң да. Сол үшін мысалы сондай жағдай пайда болды ма, уже ондай жағдай пайда болғаннан кейін оны бірігіп көтерген жүк жеңіл дейді. Сол үшін оны бірге көтеру керек. Мысалы, даже мен сізге айтайын, мысалы, мен сіздерге бізде келіп енді көтердік қой, Алла шүкір, қызымыз бірге толып жатыр. Үлкен қызымыз бен кіші қызымыздың арасы 16 жыл. Одан кейін қанша досымыз келіп жатыр осы. Сіздің клиникаға көбі келіп жатыр. Сіздерге қарап сенім артып отыр ғой. Иә, олар мен сізге айтайын, мына бұқаралық ақпарат құралдарынан, немесе әлеуметтік желілерде эко туралы мүлдем ақпарат жоқ. Бұл кәдімгі мынандай сарафанный радио сияқты. Мен мақтайып, олар бізден көреді де келіп жатыр. Дәлелдеп отырсыз ғой, сәбиіңізді көрсетіп. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Одан кейін бала көтергенде тағы бір мен достарымнан естігенім, олар бүкіл жұртқа алталашқа жар салып барады екен. Біздер экоға бара жатырмыз депші. Ал бала көтергенде, жаңағы былай ғой, негізі баланың болуы да болмау бір Алладан. Бірақ қазақ айтпақшы, бұл әрекет қылмасаң берекетің болмайды. Сол үшін де әрекет қылу керек та оған деген. Мысалы, тура бір достарымыз да болды, біздің бүкіл әлемге жар салып барды, 2 рет, 3 рет барды, бірақ болмай қалды. 4-ші рет жолдасы айтпай барды, жаңағы ешкімге айтпай барды, бала көтерді қазір. Жақын арада босанды. Яғни жасыру керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, жасыру керек дегеннен кейін баланың жатырға тұрмауының бірі, ол жаңа әйел адамның күйзелісте болуы, стрессте болуы. Әйел адам не үшін күйзеліске ұшырайды? Мысалы, достарын айтады, туыстарын айтады, жолдастарын айтады, құрбы-құрдастарын айтады, өз жұртын айтады, жолдасының жұртын айтады. Сосын бұлардың барлығы жақсы жаңалық күтеді. Бұл кісі сосын ойлайды, енді мысалы, ол сол үйдің бірінші келіні или болмаса жалғыз келіні болуы мүмкін. Немере туалатын ше.
мысалы. Енді ол қалай айтсам болады, басқа біреудің сенімін ақтамаймын деп өзінің күйзеліске ұшырайды. Дұрыс. Ал когда бұл кездеседі. Өзімен өзі де болса, ешкім ешнәрсе, орыстарда айтады ғой, твои ожидания, твои проблемы деп. Ол сенің басыңа келген нәрсе, ол ешкімді қатты айтқан кезде ол ешкімге келіп соқпайды ол. Сенмен 1-2 секунд қасыңда отырар, 1-2 күн, одан кейін ол әркімнің өзінің жұмысы бар. Сол үшін бір жаққа келе жатсың ба, бірдеңестерін планировать ет, жаңағыдай жоспарла, бірақ ешкімге айтып, ондай керек жоқ. Болғаннан кейін, мысалы, даже мен жолдасым көтергеннен кейін, бірінші апта, тіпті 3 күн сізде жатты, емханада жатты, одан кейін бір апта үйде жыбырламай жатты. Одан кейін бала болды, уже көтерді дегеннен кейін 2 ай тіпті өтірік айтып барсам болады, үйге қамап қойдым. Кәдімгі жұмысқа кетем, есігін кілттеп кетем, доставкамен тамақ заказ береді, доставкамен сөйтіп жыбырламайды. Себебі біздер 5-ші қабатта тұрдық та, тұрып жүру уже жаңағыдай. Енді көп күштіспесін дедіңіз ғой енді. Басына тигеннен кейін оқисың оны. Өзің естейсің, көресің, сұрайсың, қалай болу керек деп. И бәрі жақсы болып көтеріп, баланың да тіпті жынысы анықталғаннан кейін, андай ғой, күйзеліс болмау керек та мүлдемші. Ол даже экода емес, даже мына табиғи көтерген кезде де ол балаға кері әсерін береді да ол деген. Сол үшін мен айтарым, ер адам, әйел адамның бұл жерде опорасы, главный опорасы, главный жаңағыдай ең басты жаңағы қолдаушы бұл ер адам. Егер ер адамы артқа тартып, ер адамы жаңағыдай, қалай айтсам болады, жаңағы бір мән бермесе, жеңіске жете алмаса деңіз, жеңіске жете алмас тіпті, қалай айтсам болады, қолдамайды ғой бір, қол сілтей салады ғой, ой қойшы деп, мысалы, қол сілтейді, немесе қамқорлық көрсетпейді. Еле болмаса, тіпті болмаса, даже басқалы ере салам деп те ойлайды. Соны айтам. Ол дұрыс емес нәрсе негізі. Ол жерде кейбіреулер жеңіл қарайды соны. Тіпті кейбір еркектер психологқа барғанда, ол еркектікке жатпайды. Еркектік біздің жағдайымызды түсіреді дейді. Мен психологқа барсам дейді, тіпті көрінсем, бұл қалай айтсам болады. Бір әлсіздіктің белгісі деп ойлайды. Көбінде солай. Яғни көп білім емес, білім бар ғой, бірақ көз жетпеген, дұрыс түсінбеген да әлі. Соны бір дұрыс түсіне білсе, сондай болса жақсы барады. Баян ханымды және біздің Айкөміз қызымызды ортаға шақырамыз. Бақыт деген осы ғой. Осы кішкентай ғана сәби үшін, балаларымыз үшін, осы дені сау ұрпағымыз үшін эко неге жасамасқа? Мысалы, жолдасыңыз және керемет айтып жатыр, қалай сізге қолдау көрсетті. Бірақ біз экодан кейін жүріп тұрса, жұмыс істеуге, егер ешқандай да қауіп төнбесе, яғни жұмыс істей беруге болады, жүруге болады деп айтамыз енді, Бұл сіздің жолдасыңыздың тарапынан бір үлкен қолдау ғой. Қамқорлық танытып, осы сәбиіміз өссін, 9 айына дейін жүктілігі жұбайымның жақсы жүргізсін деп, дені сау сәби дүниеге келсін деп, сондай үлкен мақсатпен өзінің күшті мотивациясы болып тұр ғой. Сонда сенімі үлкен, сонда? Сенім, қолдау. Сосын мен айта кетейінші бір, маған қатты ұнап отқаны, бұл эко мәселесін жан-жақты зерттепсіз. Соны енді сізден үлгі алып, басқа түскен кезде тас түскен жеріне ауыр дейді. Сол кезде басына сізден үлгі алып кеткен сенімдемін енді біздің қалған емделушілеріміздің. Сөзіңізді бөлсем, қай мамандықтасыз? Негізі медицина жақындау сәл. Осы медицинадан 100% демесек те, бәрін білме балам білетінен аш шығар демекші. Бәрін білген адам бұл дүниеде жоқ шығар. Яғни медицинаның асты-үстін болмаса да, негізгі терминдерін, негізгісі түсінесіз. Негізгі нәрсесін білемін, бастапқысын. Жоқ, бұл жерде түсінбеген өзінде ізденіс тұр ғой. Өзінің проблемасын, яғни асты ішкі дүниесін ақтарып, оны іздеп, оның шешімін табып, емін табып, енді бұл үлкен еңбек, ерлі зайыптының бірге атқарған еңбегі. Сіздерге қошемет білдірсек те болады. Себебі 16 жылды шыдамай қанша ерлі зайыптылар ажырасуға дейін барып жатқанына біздің көзіміз жетіп жатыр ғой қазір. Аралары суып кетіп деп айтамыз, түсініспеушілік болып,
Бұндай жағдайда енді бұндай бала үшін ғой, бізде айтамыз қабылдауымызға келгенде. Сіздер барлық күш жігерлеріңізді осы бала үшін деп өмір сүріңіздер. Себебі бала туылғанда бұның бәрі ұмытылады. Жаңағы күйзеліс, қиындықтың бәрі артта қалады. Ешқашан ештеңке болмағандай, әрқашанда осындай сәбилі, бақытты өмір сүріп жүргендей болады, иә? Қазір мысалға сөзіңізді бөлейін. Соның бәрі бір түс сияқты болып қалды ғой. Сол кезде өтпейтін уақыт сияқты, мысалы кейде бір нәрсе анализ жаңа пункция бірнеке болған кезде 15 күн күту керек, 10 күн күту керек деген сайын каждый раз қашан болады мына 10 күн, қашан 15 күн өтеді, қашан бір ай өтеді деп уже квотанда бір айдың өзі уже бір жыл сияқты күтесің да. Қазір соның бәрі түс сияқты болып қалды. Огромная разница в официальных данных по мужскому и женскому бесплодию в Казахстане. Более чем в 10 раз обманчиво подталкивает к выводу, что чаще именно женщина виновата в бездетности пары. Но эксперты говорят, что это не так. Доля женского и мужского фактора бесплодия примерно одинакова. Часто встречается двойной фактор, когда бесплодны оба партнера – от 30 до 48% случаев. Жолдасым көп жерге барды осы. Алматы қаласының өзінде де көп клиникаларға барды. Қалай айтсам болады, сервис дейді ғой, көп нәрсесі ұнамады. Бұл кісінің енді өзінің сәл-пәл, қалай айтсам болады, мінезі бар, көп нәрсені ұната бермейді негізі. Сол осы сіздерге барған күннен бастап, білмеймін енді не үшін екенше, бірақ осы жерде емделем болды деді жаңағы. Отаны да сіздерде жасатты, эконы да сіздерге жасатты. Осы жерде қаламыз. Енді сол жаңа мен айтып әңгіменің басында айтпашы, жан-жақтан келетін достарымызға осы жерде айтамыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін, бәрі сәбилі, бөпелі болсын. Себебі біз үшін де мәртебе ғой. Алғыс алып, осындай балапандарымызды көріп, сіз біздің дәу мамамызсыз деп әкеп жатады ғой. Балаңызды мен алдыма отырыс қойып, мысалы, бұл деген енді өзіңнің істеп отырған жұмысыңның жемісі. Атқарып отырған жұмысыңның, өзіңнің сүйікті, жақсы көріп отырған ісіңнен оң нәтиже алу деген ол дәрігер болсын, жоқ мұғалім болсын, ол кез келген мамандыққа керемет сондай мотивация береді ғой, әрі қарай одан бетер күшті жұмыс істесем екен. Енді 100% эко нәтиже көрсетпесе де 70-80%-ға дейін көтеріп кетсе екен деп тілеп отырасың ғой. Әмбе келген пациенттерге біз өз жағымызда мотивация берсек, психолог мамандарымыз, мысалы, ерлерді өте қиын жіберуге. Мысалы, ерлі зайыптарды бірге жіберсек, түсінбей қалады бізді. Бізде психикалық ауытқуымыз жоқ. Не үшін барамыз деп, кейде ренжіп қалатын да кездері болады. Ол шындық. Біздің басты мақсатымыз енді ерлі зайыптыларға оң нәтиже беріп, үйлеріне бала алып келу, барлығына көмектесуге тырысамыз. Ер азамат болсын, әйел азамат болсын, біздің клиникада ол барлығын бөліп жарып қарамайды. Ерлі зайыптылар ол екеуі бір цельный организм деп қараймыз. Қай жақтан проблема басымдау, сол проблеманы шешуге тырысамыз. Айгүл ханым, сізге бір сұрақ қой кетейін де қазір. Жаңа айтып жатыр қой, эко жасатамыз деп ше. Сіздің емделушілеріңіздің басым бөлігі, мысалы, ауылдан келе ме? Мысалы, өзімізді ауылдан шыққанбыз ғой кезінде. Ауыл аймақтан келе ме, әлде қаладан көп келе ме сізге негізі? Негізі қаладан көп келет, басымырақ десек те болады. Себебі ауылда аймақтардан да келет, бірақ кішкене аздау. Себебі ақпарат жетіспейді, қаражат жетіспейді. Және одан бөлек ерлер тарапынан қолдау аз. Мысалы, гинеколог маманға өте сирек қаралады. Ауылды жерлерде ондай мамандар дефицит қой енді. Баратыны бар, емделетіні бар, қазақи емге көп жүгінетіні бар ауылды жерлерде. Мысалы, репродуктолог, дәрігер кім екенін де білмейтін. Ондай дәрігер бар ғой, ондай емдеушілер бар. Репродуктолог кім екенін білмейді. Уролог, андрологқа бармайтын ерлі зайыптылар бар, мысалы. Өз тарапынан жеке емделіп, профилактика ретінде қаралуға, мысалы, ондайды жат көрінеді. Менің денім сау дейді.
сенде барлық проблема деп, мысалы әйелінен көре салатындарда аз емес қой қазір. 90%. Сондай, ол бұрын болатын. Қазір 3-4 жыл, 5 жылдай болып қалды. Біз жеке әр дәрігер ауыл жаққа барамыз. Аймақтарға шығасыздар, Ақтау, Атырау, Талдықорған, мысалы Алматы облысы, Жаркент дейміз. Барлық аймақтарға тегін кеңес жүргіземіз. Соның арқасында қазір ауылдан, аймақтардан, жан-жақты бүткіл Қазақстан елі біліп жатыр десек те болады қазіргі таңда. Енді ақшасы көп деп айта алмас едім мен. Мысалы біздің өзіміз жаңа аңсаған сәби бағдарламасы бойынша жасадық. Бұл жерде эконың өзі тура тегін барлығы. Енді бұл жерде сәл-пәл ақша жаңағыдай анализіңе кетеді. Жаңа 1-2 күн жаңа больницада жолдасымның қаралғанына кетеді. Көріп жүрмін, байқап жүрмін жан-жақтан ше. Бала болмағаннан кейін ажырасады, ұрысады. Одан кейін жаңағыдай 2 жастың арасына жындағана түседі деп көп адамдар түседі, туғандар түседі, туысқандары түсінеді. Жаңағы әйел жағынан да түсініп жатыр, еркек жағы. Біз жолдасым екеуміздің басымызда өтіп болған ол деген. Уже өтеп, қалай айтсам болады сізге? Қазір жасырмай айтып отырмыз деңіз. Иә, ол қалай айтсам болады? Біздің оқиғамызды Қазақстан бәрі демесем де көп біледі бізді. Балаларыңыз экодан туылған сәби екенінде ешкімнен жасырмайсыздар. Себебі бұл, ол экодан туылғанда да ол менің бір тамшы суым мен әйелімнің бір тамшы суынан туылды ғой, ол басқа бір жақтан күлге алған жоқ. Соны түсінбейді ғой. Соны көбісі түсінбейді. Басқа ұрықты салып жібереді. Жоқ, біздің ол аталық ұрық емес шығар деп, мысалы, кішкене сенімсіздік білдіріп жатады. Экодан кейін ДНК тестін жасасын. Күйзеліске ешқашан түспеңіздер. Міндетті түрде сәбилі боласыздар. Тек қана өздеріңізге сенімді болыңыздар. Осы тақырыпты келесі бағдарламада жалғастырамыз. Кездескенше сау болыңыздар.